Сәтекең туралы бірер ауыз лебіз білдір деп жатыр екен, білгенімізді айтып көрейік. Қазақтың қабырғалы қаламгері, поэзия падишасы атанған Фариза Оңғарсынова апамыз қашаған сөздің дүлдүлі, Сәттіғұл сөздің шынжыры деп баға берген. Сәттіғұл Жанғабылын көру бақыты бізге бұйырған жоқ. Біз көрмесек те 86 жыл ғұмыр сүрген марқұм анамыз Еділханова Меруерт шешеміз ол кісіні көре қалғанын айтып еді. 60 жылдардың басы болу керек. Ол кезде аудан орталығы Таушықтың аэропорты аталатын самолет ұшатын жерден көргенімде өзіне жарасымды сақалы бар, қапсағай денелі, айбарлы қария ет, қасында бір топ адам бар деп айтқан еді. Жанғабылдың Сәттіғұл дүнияға келгенде ең бірінші атын қойған адамның бірі біздің Дәулеталы жары руынан шыққан Төлебайдың 4 баласының бірі бәйбішесі Алмасұлыдан тарайтын Жәлімбет, Жантай, Өтеніш, Жүсіп дейтін 4 баласы. Ішінде Өтеніштен тарайтын бізге 5-6 ата жерден қосылатын шын аты Ботақан Ожыр деген кісі екен. Өзі айттым ғой, Төлебайдың 4 баласының ішінде Жәлімбетімен әжі, тәжі, әжіден жаман бала қосақ жарас, тәжіден Досан Батыр тарайды. Жәлімбеттен кейін Жантай дейтін тақтасынан Жантай Батырдан біз тараймыз. Өтеніш тақтасынан жаңағы айтқан Ожыр атамыз тарайды. Жүсіп тақтасынан атақты баяғы Құнанорыс Сүгір Батырды шілденің күнінде елге жеткізе алмай дағдарғанда сүйегін етінен сынып алып сүйегін жеткізген Шіміркендей сойып, сол Сүгірдің жүрегіндегі 3 талғылды көрсететін атақты Жүсіптің ұлы Қиыр Батыр туады. Міне сол Өтеніш ұлы Ожыр дейтін кәкеміз Досан Батырдың ең бір сенімді серіктерінің бірі ер жүрек батыр болған адам. Досекең қазаға ұшырап Өтеніш жеңілгеннен кейін, Досекең абақтыда азаппен өлгеннен кейін Қаратөбеге апарып, форттан Қаратөбеге ақ кетіктен Қаратөбеге алып барған Шотан Шабықтың күймесімен барып жерлескен 16 адамның бірі осы Ожыр, бірі Жанғабыл екен деседі. Сол Досекеңді жерлеп келіп, Жанғабылдың сол жерде қоныс етіп отырған Сорғұдық деген жерінде үйінде шай ішіп, сол келіп отырған сапарында Жанғабылдың бәйбішесі балалы болып отыр екен. Жанғабыл мен Ожыр түйдей құрдас адамдар екен. Жанғабыл айтты дейді. Бұл бала сенің де балаң ғой, баланың атын қойып кет деп. Сонда Ожыр кәкеміз, ай, бұрынғы жүрістеріміздің бәрі сәтсіз болды ғой, енді осы балдардың өмірі сәтті болар ма екен деп атын Сәттіғұл қойған екен. Құдайдың құдіреті ғой, арада 60 жылдан астам уақыт өткенде сол Ер Досанның ерлігін жырлап тұңғыш рет дастан жазған осы Сәттіғұл кәкеміз болды. Сәттіғұл Жанғабылұлы мынау Абыл ақын бағасын беріп кеткен Құдайберген Майлан Шотан бауырын қалды, тас темір қалың қара сауырын қалды деп айтылатын Төртназардың ішінде ең бір өскен жері. Біреулер 17 баласы дейді, біреулер 18, одан да көп екен деп айтылатын сол тас темірдің ішінде Қылыш тақтасынан тарайтын Тұрнияз тақтақтың тұқымы. Тұрнияздан жалғыз Дабыл, Дабылдан Байғабыл, Жанғабыл,
Жаңғабылдың бәйбішесінен сол Сатекеңнің ағалары Әбдіхалық туады, інісі Танау жастай өлген. Енді бұл Сәттіғұл ақынның өзі ақындық өнер қонуын өзі де айтады ғой, қолыма домбыраның 15-інде деп. Сол енді алғашқы жырларының бірі Науана Тастемір Бақажанбайдың баласы Нұрбаулыға тіл көз тиіп өлгенде шығарған жоқтау екен. Сол Құдай берген жары Мәтжанбай бабамыздың құлағына шағылды, мына жоқтауды кім шығарды екен деп. Содан көңіліне алып көздеп жүрген екен деп айтылады. Бірақ негізінен осы Сәтекеңнің өзі де айтады, мені ақындыққа баулыған Мәтжан ағам ғой деп. Оны өзі ағайыны Маңғыстауға белгілі журналист Оразаухан Ізбасаров дейтін кісі жазып кеткен. Сол кісі бірнеше рет тілдескен, сөйлескен, Сәтекеңмен сұхбаттасқан. Сол кісінің әңгімесінде айтылады өзі. Жасым 20-ға жақындағанда Сәтекеңнің әңгімесі бұл. Әкем де ағам да қатар өліп, бір қора жетім жесірмен қалдым дейді. Ішерге ас, киерге киім, тамақ таппадым. Тіпті өлуге мүмкіншілік жоқ, сондай бір қиын жағдайға түсіп, тарығып, не істерімді білмей, ақыл сұрайын деп Мәтжан ағама бардым дейді. Мәтжан енді адайдың белгілі биі, абыз ақсақалы. Барсам сол 5 қанат көнетөздау ескі үйде төрде аппақ төсеніштің үстінде ақ көйлек дамбалмен жатыр екен, кіршік жұқпаған аппақ бәйбішесі сыртта шаруа жасап жүр екен деп айтады. Сонда ай сен Сәттіғұлсың ба деп басын көтеріп, содан жағдайын айтады. Жағдайын айтқаннан кейін Мәтекең, сен Саламаттың сарбасын білесің бе дейді. Саламаттың сарбасы Маңғыстауға ғана емес, бүкіл Жемсағызға белгілі мыңдайдаған бай ағайыны, тумаласы, майлан жары. Оны білмейтін адам жоқ сірә. Білетіндігін айтады. Олай болса сен сол сарбасқа арнап сөз шығар, осы сенің әкең қайтқанда да, ағаң қайтқанда да сол келмеді ау. Сонда бір жерге кірістірерсің деп ақыл береді. Сол 10 күн уақыт береді. 10 күннің ішінде Сәтекең ойын құрап, жырын шығарып келеді. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе бар. Кейбір білгіш сымақтар айтып жүр. Сәтекеңді Мәтжанбай іздеп келіп айтқан екен үйіне. Саламаттың сарбасына жыр шығар депті деп. Бұл кезде Сәтекең Мәтжан іздейтіндей жағдайда емес. Керісінше Сәтекең өзі тарыққаннан кейін Мәтекеңге барып, ақыл сұрап, аға ретінде жағдай осылай болған қаз қалпында жазып кеткен Оразаухан ағамыз. Содан 10 шақты күннен кейін өзінің жырын шығарып барғанын айтқан кезде Мәтекең сол баяғы аппақ киіммен жатыр екен. 8 өрме бұзау түс дойыр қамшысын алып, артымнан ер деп айтты дейді. Қорқып та тұрмын. Ойынан шықпай қалса, мен сабар мекен, қайтер екен деп. Себебі алдында бір осындай бір ақыншалық, бір өзінше бір жас жігітті сөз ұнамағасын, киелі өнерді қорладың деп бір сабағанды естігенмін дейді. Содан ауыл сыртындағы бір төбенің басына барып отырады. Осы жерде тағы бір айта кетейін, жаңағы білгіш сымақтар айтып жүр. Ай жоқ, ол дейтін ауылдың сыртындағы бір Қазаншұңқырға барып отырыпты. Осыдан ойымнан шықпаса, сол Қазаншұңқырға көміп кететін едім деп айтыпты артынан Мәтжан деп. Бұл да бекер әңгіме. Себебі енді Мәтекең ондай жаңағы ақынысын азаптап сабап Қазаншұңқырға көміп кететінде қатыгез, қатал, ақымақ адам емес қой. Ауыл сыртындағы төбенің басына шығып отырады. Сосын айтты дейді, ал, не деп оттадың екен? Айтып көз шығарғаныңды деп. Содан жайлап бастайды.
айтып жатыр, арасында көзінің астымен Мәтекеңе қарап қояды. Бір мезгілдерде Мәтекеңнің бір ризашылық белгісін жүзінен байқайды. Біраз айтқаннан кейін жарар, қазір Сарбастың ауылына жүреміз деп бірден. Сол Бұқтөбел қамшысымен үйіне келіп, киініп, екеуі Саламаттың Сарбастың ауылына барады. Сарбастың адамдары Сарекеңнің өзі шығып алдынан Мәтжанды құрақ күтіп алып, қонақ қылады. Соған Мәтекең сөйлеп отыр, менде ешкім шаруасы жоқ дейді. Мен өзім жаңа шығарған жырымды қайталап ұмытып қалмайын деп, соны іштей қайталап әуремін дейді. Біраз уақыттан кейін айтты дейді Мәтжан. Ай Сарбас, мынау Сәттіғұл саған арнап жыр шығарған екен, соны тыңдайық деп. Жақсы тыңдайық, онда ағаның үйіне барып тыңдайық деп. Жантелі деген ағасының үйіне барып, халықта, жұртта жиналып қалып, жұрттың көбі енді мен емес, жаңағы Мәтекеңнің әңгімесін тыңдауға, Мәтекеңді көруге жиналып отыр ғой дейді. Содан өзімнің қоңырқай даусыммен жайлап бастадым дейді. Айтып жатырмын дүние пәнидің жалғандығын, өмірдің өткіншілігін, ағайын тумаластың керектігін, жарлы жақбайға қарасу керектігін бәрін айтып келіп, арасында мен әкеме де ағама да бет сипамадым ғой деген әңгімені кірістірдім. Бір қарасам, Сарбастың көзі ылғалданып, көзіне жас алып отыр екен дейді. Содан әбден айтып болғаннан кейін халықта жаңағы ой ұнамды екен бірдеңе деген әңгімелер айтып жатыр дейді. Содан Сарбас айтты дейді, ай қарағым-ай, ағайындығымыздың да кемі жоқ еді, айналайын. Айтуың дұрыс, әкеңе де ағаңа да қайыр болсын, айта алмап едім, артын қайырын берсін. Ағаңды да оңдырмадың, сау боласың ба, шау боласың ба, өзің біл дейді. Сол Мәтекеңде де менде де үн жоқ дейді. Сонымен қолдық, таң қысқа қой дейді. Таңертең ерте Сарбас маған айтты дейді, ай шырағым, мына бір жорға атты сен астыңа мінсін деп ер тұрманымен арнайлап дайындап қойдым. Алдыңа мына 20 еркек бойдақ қой салып беремін. Сосын анау осы атқа мініп барып, ана Тұщықұдық жақта менің сиырларым бар, ағайын тумаластарда. Содан бір 20 бұзаулы сиырды түгендеп аларсың. Саған бала шағаңа көжек атық қыларсың мынаны. Деп, сол астыма ат мінгізіп, Мәтекеңе де ат мінгізіп, шапан жауып, құрметтеп шығарып салып, содан енді жаңағы Мәтекеңнің үйінің ауылының үстімен өтеді ғой енді. Қайтып келе жатқанда сол Мәтекең батасын береді. Ай шырағым, ағайының ат мінгізгені, бас білгізгені, енді сөзің ұтымды екен, әрі екпін бар екен. Екпінді сөз еселенер, сөз иесі көшеленер. Абыл нұрым ақтандай алғыр боларсың, бірақ көп болмассың, жалғыз боларсың деп батасын берді дейді. Содан аға мынау айтқан батаңның жолы деп, сол 20 еркек бойдақ қойын тастап кеттім дейді. Содан ауылға келгеннен кейін манағы атыма мініп алып Тұщықұдықтағы жаңағы Сарбас айтқан жерден 20 бұзаулы сиырымды түгендеп алдым дейді. Оны енді жаңағы білгіштер кей жерде айтып жүр. Ойбай Сарбастың өзі артынан тек бір қора сиырды көз айдап әкеліпті деп. Жоқ, олай емес, сол айтқандай Сәтекең өз аяғымен жүріп 20 бұзаулы сиырын жинап алады. Бірақ өзі айтады, ай сол Құдай құтайтпайды десе, әуелде құтаймайды екен. Сол 20 сиырдың біреуі балшыққа батып еді, біреуі қасқыр жеді, біреуі жанбастап тұрады, біреуі сорға батып еді. Әйтеуір сол келесі жылдың сол уақытына дейін сол сиырдың бәрі жоқ болды дейді. Негізінде өзі Сәтекең көп дүние мал қолында тұрмаған, кедейліктің тақсіретін көп тартқан адам. Жастық шағында да көп жарлықтың көп азабын шеккен, өзінің айтатын әкесіне бір ашынғанда өлеңі бар. Жоқтықтан құтылатын күн болар ма, жарлыны жаратқан ба жүн боларға, әйекау қарғанамыз, жылаймыз, көңілді көтермеді бір айымыз деп. Сол жоқтықтың кесірінен
жігіт жағында Қаразымға барып кәсіп жасап, егін еккен болып, одан да ештеңе шығара алмай елге келіп, жалпы тұрмыстың тақсіретін көп тартқан адам өзі. Бұл кісі өзі үш әйел алса да, үш әйелден 12 бала туса да, 12 баласын жер қойнына берген азапты көп көрген адам. Әуелгі әйел 5 қызы әуестен Әндіжан дейтін бала болған. Ол балада әйелде қайтып, екінші әйел мына ағасы Әбдіғалықтың әйелі жеңге алған Тәрбия деген шалбардың қызы екен. Одан 10 бала туады. Үйтолы дейді, Аштархан, Әмірхан, Ташкен, Кезекбай деген сияқты. 10 шақты бала, оның бәрі жастай ауырып қайтады. Одан кейін өзі ағайыны, Айдар Ишанның ағайыны өзі. Айдар Ишанның Апи дейтін баласы қайтып, соның әйелі Биялай дейтін шешемізді алады. Бір баласымен Ақбибі апамызбен. Ақбибі апамызды мен көре қалдым. Көрдім, әңгімесін тыңдадым, сұхбат алдым кезінде. Сол Биялайдан да туған баласы, бір баласы да бәрі қайтыс болды. Бұл кісі өмірден көп қиыншылық көрген адам. Түгел тұрмаған, жаста қайтыс болған. Сол өзі айтады, сондай бір аңыз бар. Жас кезінде ұйықтап жатқанда, бір 15 жасында далада қой бағып жүріп ұйықтап қалғанында, басына бір қара құс келіп қонып тұр екен. Қара құс жаңағы адамша сөйлеп, ауыз несібеңе тимеймін, бірақ қанша бала болса да қоймайым, қанша балаң болса да қоймайым деп айтты. Сол рас болар, шындығында да бұл кісі өзі көп қиыншылық көрген адам ғой. Өмірден де, тұрмыстан да зорлық-зомбылық, әділетсіздікті көп көрген, кедейшілікті, қиыншылықты көп көрген адам. Кеңес үкіметінің кезінде де көп әділдікке жете қойды деп айтуға болмайды. Енді үгітші болды, әртүрлі жұмыстар жасады. 36 жылы Москвадағы 10 күндікке барарды. Сол барғанында шеттетіп, ол кезде жаңағы министр, нарком дейді ғой, нарком Темірбек Жүргенов екен. Сол Темірбек Жүргеновтың өзі бұл кісіні кешіріп бердім дейді. Әртүрлі сылтаумен мына Батыс Қазақстаннан барған ақынды қоспай, дулы додаға, өнер жарысына қоспай қоятыны бар. Сонда мына айтатыны бар. Өнері жақсы, біздерді жарысқа қатар салмады. Домбырашы әнші ақынның болмай қайтты арманы. Батыс Қазақстанның шабалмай қайтты тарланы. Шабалмай қайтты тарланың дейтін өлең негізі. Аузымызды аштырмай кері қайтарды Жүргенов. Оралдан келген қарт ақын жоқ деді бізге керегің. Көрінбей қайтты өнерім, еңбекші елге арналған айтылмай қайтты өлеңім. Айтылмаған себебін Жүргеновтен көремін. Бөліп тастау дұрыс па, Батыс Қазақстан көлемін. Айналғанда Жүргенов өзінің етті дегенін көрсетпеді біздерге жолбасшылық көмегін. Қатты көзбен қарады, барған күні таныдық, көңілдің бізден бөлегін. Зәбір көрген өзімді, осы айтылған сөзімді, ұлы орындар жоғарғы тексерер деп сенемін деп, 36 жылы, осынан 90 жыл бұрынғы шығарған жыры. Негізі ел аузында етек тықпақ жоқ қой, әркім әртүрлі айтады. Негізінде бұл жамбылмен айтысу керек екен, Нұрпейіс Байғанымен айтысу керек екен, бірақ соған салғысы келмеген деген сияқты әңгімелер бар. Оның ақ қарасын анық қанығын біз білмейміз. Бірақ сондай бір оқиға болғаны рас.